Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қызанақтан сок дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Қыстыгүні толықтай желініп кететін өте дәмді рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен сіздер пайдаланатын банкіні және оны жабатын қақпағын жақсылап тұрып булап аласыздар. Ол міндетті қыздар. Және оның бетін жабатын қақпақты да булап қоюды ұмытпаңыз. Менде чайниктің ішінде тұр. Одан кейін буланған банкыларымыздың ішіне ең алдымен укроптан салып бастайтын боласыздар. Менде, яғни сізде кепкен укроп түрі болса, кепкен укроп түрінде пайдалануға болады. 2 литрлік банкіге 3 сарымсақ, яғни чеснок қосып шықтым, орташа көлемде. Содан соң барып бүтін қызанақтарымызды қосып шықтым, яғни помидорымызды. Міндетті түрде қыздар, сіздердің қызанақтарыңыз қатты болып тұру керек, езілмеу керек. Және одан кейін тәтті бұрыштарыңыз болса, жақсылап тазалап 2-3 бөлікке бөліп қоссаңыздар болады, дәл мен сияқты. Немесе 1-2 бөлігін ғана қосуға болады. Әрине оның бәрі өздеріңіздің қалауларыңыз. Одан кейін оның үстіне тағы да қызанағымызды қойып, банкамызды толықтай толтыратын боламыз. Барлығын осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Және оның үстіне міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Бірден құймай, жай-жайдан осы видеодағыдай айналдыра отыра құйыңыздар. Бірден қатты құйып жіберсеңіздер, банкі жарылып кетуі мүмкін. Барлық ыстық суларыңызды құйып болғаннан кейін қақпақпен бетін жауып, шамамен 20 минутқа қалдырыңыздар. Ыстық суымызды құйып болғаннан кейін оның үстіне қыздар қақпағын жаппай тұрып, осындай ащы бұрыштан 2-3 штуктан қосуға болады турап. Немесе қызыл бұрыштың 1 штугында салып шығуға болады, 1 тілімін ғана. Енді қақпағын жауып 20 минутқа қалдырасыздар. 20 минут өткеннен кейін біздің суымызды төгіп тастайтын боламыз. Бұл су бізге керегі жоқ. Дәл осы әдісті сіздер 2 рет қайталайтын боласыздар. Содан соң барып біз осындай қара бұрыш түрін пайдаланамыз. Өзіңіздің қалауыңыз 5-6 немесе 10 штуктан қоссаңыз да. Мен көз мөлшерімен қосып шықтым. Қатты көп қосудың қажеті жоқ, себебі бізде құрамында ащы бұрыш болғандықтан. Енді лавр жапырағынан 3 данадан қосып шығамыз. Менде 2 литрлік банкі қыздар. Егер сіздерде 3 литрлік банкі болса, 1 есе көбейтіп қосасыздар. Және оның үстіне үлкен ас қасықпен 1 ас қасық тұз салып шығамыз. Қант қосқыңыз келсе, жарты ас қасық қант қосуға болады. Ал енді оның үстіне құятын томат, яғни согымызды дайындаймыз. Ол үшін жақсылап жуылып тазаланған біздің қызанағымызды бөліктерге бөліп, керек емес артық жерін алып тастайсыздар. Блендер немесе ет тартқыш болса жақсылап өткізіп аласыздар да, ситадан немесе марылдан тағы да өткізесіздер. Қайнататын ыдыстарыңызға бірден өткізіңіздер. Мен осы жерде марылды пайдаландым, өйткені тезірек боласыздар. Ал үйіңізде сита болса, ситадан да өткізуге болады қыздар. Негізі марыл жақсы, тез боласыздар, әрі жылдам дайындап береді. Міне видеода көріп тұрғандарыңызда 2 шетінен қатты сығып, қызанақтың өзінің арнайы согын шығарамыз. Кішкене ғана өзінің қою пюресі қалады, оны біз пайдаланбайтын боламыз. Негізі пюресін тастамай, томат қылып пайдалануға да болады. Енді оның бәрі өздеріңіздің қалауларыңыз. Осылай жақсылап тұрып қысып, барынша барлық согын шығарып алатын боласыздар. Содан соң отқа қойып, жақсылап тұрып қайнатасыздар. Дәл осы видеодағыдай сақырлап тұрып қайнап тұрған кезде біздің банкамызға құятын боламыз. Суытып барып құймайсыздар, міндетті түрде қайнап тұрған кезде құясыздар. Банкамызға қайнап тұрған кезінде осылай құясыздар, бірден құймай, жай-жайдан айналдырып құйыңыздар. Сонда банкаларыңыз жарылып шытынап кетпейді. Енді қақпағын, яғни крышкасын жабатын кезде міндетті түрде осындай уксус пайдаланамын. Бірінші қақпаққа 1-2 тамшы тамызып, содан соң барып банкінің ішіне тағы да 1-2 тамшы тамызып барып жабамын. Уксус қоспасаңыздар да болады. Бұның бәрі өздеріңіздің қалауларыңыз. Бұл бізде баяғыдан келе жатқан рецепт болғандықтан мен сәл ғана уксус пайдаландым. Жақсылап тұрып крышкасын жауасыздар, және банкыларыңыздың арасындағы тұз еру үшін видеодағыдай 1-2 рет қолдарыңызбен айналдырып,
төңкеріп қойыңыздар, сосын барып қалың одеялмен жауып қойсаңыздар болады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыстыгүні өте дәмді, керемет болып толықтай желінеді. Соғын балапандарыңыз ішіп тауысып қояды. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып қойыңыздар. Сіздермен болған Назерке. Келесі кездескенше сау болыңыздар.